қонаққа кетті ғой. Бастан ұйымдастырайықшы. Ой алтыным-ау, сен айтпасаң да мен оны ұйымдастырып қойдым. Дайындал, бүгін кешке құрбы-құрдастарым келеді. Рахмет жеңгетай. Қазақ қыздарының көнерген ойын-сауық кештерінің бірі бастаңғы. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде бастаңғыға ауылдың үлкендері жол жүріп кеткенде, үйде қалған әйелдері қыз қырқындары бас қосып, ойын-сауық жасайтын салтырым деген сипаттама берілген. Домбырамен бір ән шырқап берші. Басталды отырарында сұлу сырдың бойында, кеудесінде оты жанған қызыл құмның қойнында, аңыздарда аты қалған қалаяқ. Қыздар мұндай бас қосуға жеңгелерімен немесе іні-сіңлілерімен бірге келетін болған. Кейде өнерлі жас жігіттер де шақырылған. Қыздар, жігіттер, кешімізді қыздырып отыру үшін бір-бірімізге жұмбақ жасырайық. Бастаңғы барысында түрлі ұлттық ойындар ойналып, күйлер шертіліп, әндер айтылған. Бұл салттың қыздар үшін екі түрлі тәрбиелік мәні бар еді. Алғашқы елмен араласа алуға үйрету, екіншісі қонақ күте білуге баулу. Бастаңғы рұқсатсыз бақылаусыз жасалмағанын айта кеткен жөн. Сондай-ақ шешесі қыдырмашы болса, қызы бастаншыл болады деген сөз бар.